Саламатсыздар ма? Менің аты жөнім Мырзабек Нұрбай. Амуркеле әкім аппаратында қызмет атқарамын. Өзімді қоғамдық тыңдаудың төрағасы ретінде ұсынамын. Бүгінгі қоғамдық тыңдаудың тақырыбы Арал аудандық ветеринарлық станциясы. КМК 2 санаттағы объектілер үшін экологиялық рұқсат алу бойынша ашық жиналыс нысанында қоғамдық тыңдау. Күн тәртібі қоғамдық тыңдауды жүргізу Қазақстан Республикасы экология, геология және табиғи ресурстар министрінің міндетін атқарушы 2021 жылғы 3 тамыздағы 286 бұйрығына сәйкес өткізіледі. Ашық жиналыс нысанында қоғамдық тыңдау регламенті Арал аудандық ветеринарлық станциясы. КМК 2 санаттағы объектілер үшін экологиялық рұқсат алу бойынша Амуркеле ауылдық округі, Амуркеле ауылы, Амуркеле көшесі, 89-шы үй. Бағдарлама жоспары, қатысушылар тізімі, қоғамдық тыңдау кіріспе сөзі, қоғамдық тыңдаудың төрағасы мен қатысушыны сайлау, қоғамдық тыңдауға қатысушылар, баяндама, талдырыс жазыс өкілдері, сұрақ жауап барлық қатысушылар, талқылау қорытындысы қоғамдық тыңдауды жабу. Қоғамдық тыңдаудың төрағасы қатысушының өзін ұсынуға сөз беремін. Қатысушы өз сөзін жалғастырады. Есім Құлтаев Төрехан, Толы Талдырыс жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің инженер-эколог маманы болып табыламын. Хатшы ретінде өзімдің кандидатурамды ұсынамын. Егер ешқандай қарсылық болмаса, бір қолдарыңызды көтерулеріңіз сұралады. Барлығы бір ауыздан, хатшыға ешқандай қарсылық болмаса, Тыңдауды ашық түрде жариялайды. Әрі қарай қоғамдық тыңдау регламентіне сай жоспармен тыңдауды өткізіп, жұртшылықпен сәлемдесу Арал ветеринарлық станциясы, жеке өкілдері, Арал аудандық ветеринарлық станциясы, КМК 2 санаттағы объектілер үшін экологиялық рұқсат алу бойынша ашық жиналыс нысанында қоғамдық тыңдау. Бағдарламашы өз таныстырып тақырыпты президенциясы қорғайды. Қоғамдық тыңдау бойынша басқа сұрақтарыңыз болса, қазір мен таныстырамын. Саламатсыздар ма, ауыл тұрғындары? Бүгінгі сіздердің назарларыңызға шығарылып отырған қоғамдық тыңдаудың тақырыбы 2026-2035 жылдарға арналған Арал аудандық ветеринарлық станциясы үшін екінші санатты объектілер үшін экологиялық рұқсат алуға арналған жобалық құжаттар бойынша қоғамдық тыңдау. Қоғамдық тыңдаулардың негізі Қазақстан Республикасының экологиялық кодексінің 96 бабына сәйкес, яғни қоғамдық тыңдаулар өткізу, мемлекеттік экологиялық сараптаманы жүзеге асыру процесінде қоғамдық тыңдаулар өткізу міндетті болып табылады. Мемлекеттік экологиялық сараптама шеңберінде қоғамдық тыңдаулар өткізу қағидаларына сәйкес өткізіледі. Қоғамдық тыңдаудың бағдарламасымен жаңа жоғарыда төраға таныстырып өтті. Бұл осы қоғамдық тыңдаудың бүгінгі күнге дейін өткізілуі жөніндегі хабарламалар туралы ақпараттар, яғни толқын газетінде жарияланған болатын. Енді бүгінгі нысан туралы негізгі ақпарат, яғни осы нысан екінші санатқа жатады. Қызмет түрі өздеріңіз білесіздер. Осы объект Арал ауданының аумағында орналасқан. Жобалық құжаттаманы әзірлеу, яғни экологиялық рұқсаттың қолдану мерзімінің аяқталуына байланысты жоба жасалынып отыр алдағы 10 жылдыққа. Карта жаңағы схемасы көрсетілген. Енді 2026-2035 жылдар аралығын Арал аудандық жаңағы станциясы екінші санат объектілер үшін экологиялық рұқсат алуға арналған жобалық құжаттар тобына келесі жобалар жатады. 2026-2035 жылдарға рұқсат етілген шығарылымдардың нормативтер жобасы, 2026-2035 жылдарға қалдықтар басқару бағдарламасы, 2026-2035 жылдарға өндіріс экологиялық бақылау бағдарламасы, 2026-2035 жылдарға қоршаған ортаны қорғау жөніндегі іс-шаралар жоспары жатады. Енді осы жобадағы ауаны ластаушы көздерге келетін болсақ, алаң бойынша барлығы 126 ауа бассейн ластану көзі бар. Олардың 80-і ұйымдастырылған. Атмосфералық ластаудың негізгі көзі КР 1000 және тұрмыстық жылыту пештері, бензо
генераторлар, көмір сақтауға арналған қоймалар және күл сақтауға арналған контейнерлер болып табылады. Әзірленген нормативтерге сәйкес атмосфераға ластауыш заттар шығарындыларының жалпы саны нормативтерге қол жеткізілген жылға 2026 жылға 26,23,95,66,75,67 тонна жылына шығарылады. Оның ішінде қатты заттар 10,06,666,90,309 тонна жыл, ал газ тәрізді және сұйық заттар 16,17,28,97,72,58 тонна жылына шығарылады. Атмосфералық ластауының негізгі көздері, яғни тұрмыстық жылыту пештері номері 0131-ден бастап 0115-0117-ге дейінгі көздердің барлығы тұрмыстық жылыту пештері болып табылады. Қыс мезгілінде жылумен қамтамасыз ету үшін осы жоғарыда айтылған тұрмыстық жылыту пештері қолданылады. Бұл пештер көмірмен жұмыс жасайды. Көмірдің жылдық шығыны 240 тоннаны құрайды. Атмосфераға зиянды заттар бөлінеді. Азот, көміртек оксидтері, неорганикалық шаң және күкірт диоксидтері атмосфераға зиянды заттар болып табылады. Шығарудың ұйымдастырылмаған көздері, яғни көмір сақтауға арналған қоймалар номері 6009-дан бастап 6119-ға дейін, яғни көмірді сақтауға арналған қоймалар көздері болып табылады. Көмірді сақтау кезінде атмосфералық ауаға биорганикалық шаң бөлінеді. Шығарудың ұйымдастырылмаған көздері күл, қож контейнерлері 6010-нан бастап 6120-ға дейін күл, қож сақтайтын контейнерлер болып табылады. Енді өндірістік экологиялық бақылау Қазақстан Республикасы экологиялық кодексінің талаптарына сәйкес жүзеге асырылады. Бақылау мыналарды қамтиды, яғни атмосфералық ауаға ластауыш заттардың шығарындылары, өндіріс және тұтыну қалдықтарымен жұмыс істеу, табиғатты қорғау талаптарын сақтау және ішкі тексерулерді жүргізу, яғни олардың барлығы осы өндірістік экологиялық бақылау бағдарламасында көрсетілген. Шығарындылар мониторинг 90-ына бір рет кезеңділікпен 80 ұйымдастырылған көздің аспаптық өлшемдерін көзделген, яғни 80 источниктен жаңағыдай замер жасалып өлшемдері алынатын болады. Бақылау нәтижелері бойынша есептер рәсімделеді, анықталған бұзушылықтарды жою жөнінде шаралар қабылданады және жол берілетін шығарындылар нормативтерінің сақталуы қамтамасыз етіледі осы өндірістік экологиялық бақылау бағдарламасында. 2026-2035 жылдарға арналған атмосфераға шығарылатын ластаушы заттардың тізбесі: азот оксиді, азот диоксиді, көміртек қарасы, күкірт диоксиді, көміртек оксиді, бензопирен, формальдегид, алкан, тоқтатылған бөлшектер құрамында кремний диоксиді бар биорганикалық шаң осы ластаушы заттар болып табылады. 2026-2035 жылдарға, яғни ластаушы заттар бізде 26,23,95,66,76 тоннаны құрайды, яғни 26 тонна ластаушы заттар шығарылады. Қалдықтардың жинақталу лимиттері 2025-2035 жылдарға арналған, яғни қалдықтардың түрлері бізде майланған шүберек 0,1000-нан 1 тонна, қатты тұрмыстық қалдықтар 13 тонна, пысықталған РСЛ 0,0054 тонна, медициналық қалдықтар 5 тонна, пайдаланған майлар 0,108 тонна, пайдаланған шиналар 0,108 тонна, қалдық аккумуляторлар 0,107 тонна, пайдаланған фильтрлар 0,1000-нан 4 тонна, күл қалдықтары мен қош 72,15 тонна. Барлығы қалдықтардың көлемі 90,74-94 тоннаны құрайды. Енді сумен жабдықтау және су бұру бойынша жобаланған жұмыстар ауданында, яғни тұщы судың көздері жоқ. Ауыз су және тұрмыстық қажеттіліктері үшін өртке техникалық мақсаттар үшін арнайы құралдармен әкелінетін бөтелкедегі сумен жүзеге асырылады. Су бұру бойынша ағынды сулар арнайы ыдыстарға жіберіледі, жинақталуына қарай сорылады және шартқа сәйкес мердігер уақытылы ұйым осы жинақталған суларды шығарып отырады. Жер үсті, жер асты сулары және жер бедеріне су ағызу жоспарланбайды. 2026-2035 жылдарға арналған қоршаған ортаны қорғау жөніндегі іс-шаралар жоспары: бірінші, атмосфералық ауаға мониторинг жүргізу, яғни 2026-2035 жылдарға арналған өндірістік экологиялық бақылау бағдарламасына сәйкес
жүргізіліп отырылады мониторинг. Екінші, іргелес аумақты тазалау, яғни апта сайын таза бейсенбі акцияларын өткізіп отыру. Үшінші, өндіріс және тұтыну қалдықтарын жинау, оларды есепке алу, кәдеге жарату және оларды мамандандырылған ұйымдармен уақытылы шығару, яғни осы қалдықтар түзілген, олар жинақталғаннан кейін оны арнайы мекемелермен шығарып утилизация жасап отыру міндетті. Төртінші, қызметкерлерді экологиялық оқыту және қоршаған ортаны қорғау мәселелері бойынша семинарларға қатыстыру, яғни мамандардың біліктілігін арттырып отыру керек. Бесінші, санитарлық қорғау аймағында іргелес аумақты көгалдандыру және күтіп баптау, яғни көгалдандыру жұмыстары, ағаш егу, басқа да жұмыстарды санитарлық қорғау аймағында жүргізіліп отыруы тиіс. Бүгінгі қоғамдық тыңдау бойынша, жоба бойынша біздің қысқаша баяндама осы. Енді сұрақтар болса осы жобаға қатысты. Сұрақтар бар ма? Сұрақтар болмаса онда Неден сұрақтарыңыз? Сұрақтар онлайн қатысып отқандарда бар ма? Сұрақ бар ма табиғи ресурстар басқармасынан? Жоқ, сұрақ жоқ. Онда кезекті. сұрақтарыңыз болмаса қоғамдық тыңдау аяғына жетті. Тыңдау өз мәресіне өтті. Жауап деп жариялаймын. Рахмет.